Каналыма қош келдіңдер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы каналда сіздермен тек пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Бүгінгі видеода аресті қалай шешеміз, аресті кім қояды, сол туралы айтатын боламын. Кез келген адам кредит алады. Сол кредитті алғаннан кейін белгілі бір себептерге байланысты төлемейді. Төлемегеннен кейін счетына арест қойылады. Счетына арест қойылған кезде сіздердің жұмыс жасап жүрсеңіздер, жалақыңыздан 50% алынады. Одан кейін сіздер счеттарыңыз бұғатталады, сіздер ешқандай нотариалдық іс-әрекет жасай алмай қаласыздар, сонымен қатар шетелге шыға алмай қаласыздар. Сол себепті сіздерге аресті шешуге тура келеді. Енді аресті кім қояды? Ең алдымен сіздер банктен кредит аласыздар. Банк сізден 90 күн жаңағы кредитті төле деп хабарлама жіберіп отырады. Одан кейін сіз ол кредитті 90 күн төлемейсіз. 90 күннен асқаннан кейін банк сіздің тұратын жергілікті мекен бойынша нотариусқа барады. Нотариусқа барып, ол атқарушылық жазба шығарады. Атқарушылық жазбаны шығарғаннан кейін нотариус сізді 1 ай күтеді. Соған қарсылық жазғаныңызды сіз қарсылық жазбайсыз. 1 айдан кейін ол жеке сот орындаушыға береді. Жеке сот орындаушыға бергеннен кейін сіздің счетыңызға жеке сот орындаушы арест қояды. Жеке сот орындаушы деген кім? Яғни бұл жаңағы Қазақстан Республикасының азаматы, заңгерлік дипломы бар жеке тұлға болып табылады. Дәл осы жеке сот орындаушы сіздің счетыңызға арест қойып, счеттарыңызды бұғаттайды. Енді сізге осы аресті шешу керек. Ол үшін не істейсіз? Ең алдымен сіз интернетте жаңағы реестр должников деп жазасыз. Сол жақта сіз сол сайтқа кіру арқылы сол жақта иіңізді жаз деп тұрады. Сол жаққа иіңізді жазасыз. Поиск батырмасын басқан кезде төмен қарай түссеңіз, сіздің счетыңызға қандай жеке сот орындаушы арест қойды, жаңағы қанша суммадағы кредит үшін, қай банктен алған кредит үшін, сол туралы толығымен ақпарат тұрады. Енді сізге жаңағы жеке сот орындаушыға электрондық почта арқылы, немесе WhatsApp номеріне шығу арқылы, немесе сол мекен жайы бойынша барып жаңағы атқару парағын сұрау керексіздер. Жеке сот орындаушы атқару парағын жібереді. Яғни естеріңізде болса, атқару парағын нотариус шығарған. Сол атқару парағын сіздер алған кезде, сол атқару парағының ішінде сол атқару парағын кім шығарды, нотариустың аты жөні тұрады. Сол нотариусқа сіздер қарсылық жазасыздар. Қарсылық жазғаннан кейін нотариус сізге жаңағы атқарушылық парақтың күші жойылған туралы ақпарат береді. Сол парақты сіз аласыздар да жеке сот орындаушының электрондық почтасына немесе WhatsApp-на жіберіп, немесе мекен жайы бойынша апарып беріп, счеттарыңызды арестен шешесіздер. Немесе тағы да бір қысқа жолы бар, яғни ол кезде сізге ЭЦП кілт қажет болады. ЭЦП кілтті алып, сіздер жаңағы реестр должников сайтына кіріп, сол жақта тіркелу арқылы атқару жазбасын бірден аласыздар. Сол атқарушы жазбасының ішіндегі нотариустың аты жөнін тауып, сол кісінің почтасына қарсылығыңызды жіберу арқылы жаңағы нотариустың атқарушылық жазбаның күші жойылған туралы хабарлама аласыз. Сол хабарламаны жеке сот орындаушыға жіберіп, тез арада шешуге мүмкіндігіңіз болады. Осы аресті осылай шешеміз. Аресті шешкеннің бізге ең тиімдісі жаңағы жеке сот орындаушының 25% қызмет ақысын төлемейміз. Шетелге шығуым шектеуліктері алынады, нотариалдық іс-әрекет шектеуліктері алынады. Сонымен қатар жаңағы счетымыз бұғатталмайды. Және де, егер сіз жұмыс жасап жүрсеңіздер, жалақыңыздан 50% тауып тоқтатылатын болады. Одан кейін сіздер аресті шешіп болғаннан кейін, жаңағы қарызыңыз бар ғой, сол қарызды графикке қою керек болады. Графикке қою үшін сіздер сол банктың электрондық почтасына хабарлама жібересіздер. Міне мен төлем қабілетін қалпына келтіргім келеді. Маған жаңа график беріңіз. Осы уақытқа дейін төлемеген себебім денсаулық жағдайыма байланысты, немесе отбасылық жағдайыма байланысты, немесе жүктілігіме байланысты деп барлығын баяндап түсіндіріп жібересіздер. Сол кезде сіздерге
банк жаңадан график беретін болады. Міне осындай пайдалы ақпараттар қажет болса, маған каналыма тіркеліп қойыңыздар. Егер де сіздерге арест шешу қажет болса, онда маған хабарласыңыздар. Келесі видеода кездескенше.